Сәлеметсіздер ме, достар? Біршама жылдар бұрын зиялы бабамыз Әлихан Бөкейхан қаңтар оқиғасын болжағандай көрінді. Біз білетіндей, Бөкейхан тіпті Лениннің көзінде зор құрметке ие болған, қазақ автономиясына да жол ашқан. Сол кездері Әлихан атамыз былай депті: жұмыс жасамайтын билікке қарсы көтеріліс жасап, аяусыз жазаға тартылған халық келесі билік келісімен амнистияға ие болу керек. Бұл болашақ ұрпаққа да мәлім болуы жөн. Мен Әлихан атамызды неге еске түсіріп отырмын десеңіздер, 2022 жылы Қазақстанның 44 қаласы мен 26 ірі елді мекенін қамтыған Назарбаев режиміне қарсы қаңтар ұлт азаттық көтерілісі кезінде түрлі арандатушылық әрекеттер салдарынан қаза болған, қамауға алынған, жазықты-жазықсыз жазалауға ұшыраған, әлі күнге дейін абақтыда отырған азаматтарға Қазақстан Конституциясы күні қарсаңында 1917 жылғы уақытша өкімет жариялаған құқықтық кешірім сияқты амнистия жарияланса құба-құп болар еді. Мұндай гуманистік қадам президент Тоқаевтың халық арасындағы беделін арттырып, оған деген ризашылық сезімін туғызар еді. Кейбір деректерде қазірге дейін қаңтар оқиғасына қатысқан 1000-ға тарта адам құқықтық қудалауда жүргені айтылады. Аталған халықтық толқудың шал, кет деген саяси ұранмен өткені рас. Экс-президент Назарбаевтың қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретіндегі 2019 жылғы 20 наурыздан 2022 жылғы қаңтарға дейін өзінде сақтаған легитимсіз құзыретін халық қысымының көмегімен Тоқаев 2022 жылы 5 қаңтарда әзер заңды түрде иеленді. Саяси толқудың Тоқаевқа тигізген басты пайдасы осы: қолы арқаннан босады, саяси еркіндік алды. Жаңа Қазақстан құру туралы идея міне осыдан кейін ғана туды. Жаңа Қазақстан бүгінгі буынның болашақ ұрпаққа аманаты екендігіне қазір ешкім таласпайды. Бір-бірімізді жат көрмей, жақын тартып, қоғамда нақты өзгерістерге деген сенімді орнықтырамыз дейді президент аталған идеяға бастау болған өзінің биылғы 16 наурызда жасаған жолдауында. Сол жаңа Қазақстан құру ісі қаңтар құрбандарын жат көрмей, амнистия жариялау сияқты адамгершілік қадамдармен жақын тарту арқылы басталғаны жөн деп ойлаймын. Сонда ғана жаңа Қазақстанның орнығуына деген халық сенімі пайда болады. Амнистияны қолдайсыз ба? Қазақстанда қаңтар оқиғасынан кейін қозғалған істер бойынша 214 адам сотталған. Олардың 20-сына түрме жазасы кесілген. Бұл туралы 19 сәуірде Бас прокуратура мен Ішкі істер министрлігі орталық коммуникация қызметінде өткен брифингте жариялады. Шараға бақ өкілдерін қатыстырмады. Сәуірдің айдың басында билік 152 адам сотталып, олардың 17-сіне түрме жазасы берілгенін хабарлаған. Ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов қаралған қылмыстық істердің көбі бойынша сот айыпты деп танығандарға бостандығын шектеу жазасын шығарғанын айтты. Ең көбі Алматы қаласында 145 адам, Алматы облысында 38 адамға айыптау үкімі шыққан. Қалғандары Түркістан, Жамбыл және Ақмола облыстарында. Бұдан бөлек Алматыда 6 адамның үстінен қозғалған қылмыстық іс тараптардың татуласуына байланысты доғарылған. Әділов барлығын мейлінше қатаң жазалау мақсаты болмағанын айтады. Күдіктілердің көбі парасатты азаматтар бола тұра, оқиға кезінде оңай олжаға қызығып немесе өзгенің сөзіне еріп қылмысқа барған деп мәлімдеді Әділов. 323 күдікті абақтыдан босатылған, 78 адам кепілге мүлкін қойып, 67 адам ешқайда кетпейтіні жайлы қолхат жазып, 11 адам өзге біреу кепілдік берумен және 71 адам сот үкімімен қамаудан шыққан. Тергеу өндірісінде 1260 қылмыстық іс бар. Олардың арасында 204 іс ұрлық бабымен 180 қаруды заңсыз сатып алу, өзгеге беру, сату, сақтау, тасымалдау немесе өзімен бірге алып жүру бабымен 21 өзгенің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру бабымен қозғалған. Бас прокуратура дерегінше, қазір тергеу органдары осы санатқа жататын барлығы 4849 істі қарап жатыр. Сот тұтқындауға санкция берген 627 күдікті қамауда отыр. Қамауда болған 280 адам кепілге мүлкін қойып немесе өзге біреу кепілдік беріп, ешқайда кетпейтіні жайлы қолхат жазып абақтыдан шыққан. Бұған қоса 19 сәуірдегі брифингте күдіктілерге тыйым салынған тергеу әдісін қолданғаны жайлы арыз шағым бойынша сотқа дейінгі 11 тергеу ісі тіркелгені айтылды. Бас прокуратураның дерегінше бір қылмыстық іс сотқа жолданған. Қаңтар оқиғасы кезінде және одан кейін мыңдаған азамат ұсталып, жүздеген адамға терроризм, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, заңсыз қару-жарақ сақтау секілді айыптар тағылды. Қамауда болғандардың арасында азапталғанын айтып шағымданғандар көп, бірақ оларды азаптау фактісі бойынша ұсталғандар некен-саяқ.
Қаңтардың жайын біліп алмақты, ол кезде билік халықты сатты, әкімдікті де өздері жақты, терезені де өздері шақты. Өздері шақты, өздері жақты, айыпты бірақ халыққа тақты, экстремистсің деп, террористсің деп, мылтықпен атты, түрмеге жақты. Айтатын болсам қаңтардың мұңын, емі жоқ жара мәңгілік мұңын, түрмеге жапты, сабалап бітті, қазақтың қанша қызы мен ұлын. Қуат Найманды таяққа жықты, Жанболаттарды түрмеге тықты, елді тонаған 200-лер қағыздан судан таза боп шықты. Тоқайып бәрін ұғамын деді, жаңа Қазақстан құрамын деді, байлықтың бәрін елге қайтарып, қазақты бақты қыламын деді. Билікпен халық жарасын дедім, өлеңін қырдан арасын дедім, бәрінде қойшы, бәрінде айтарсың, қазаққа Құдай қарасын дедім. Өзімнің сырым өзіме мәлім, жауабым болсын сөзіңе жалын. Қаңтарда мен де қалада жүрдім, көзіммен көріп, осының көріп, көзіммен бәрін. Сендер де біздей іргеледіңдер, жайымды біліп біргемедіңдер, қанша қырылып ел жатқан кезде біреуің тағы үндемедіңдер. Осылай сөйлеп ақынымызға таңғалсын сөздің татымы бізді. Сендер сияқты бір жан біз, бірақ сендердей біздер, бірақ бір жан өртеген жоқпыз театрымызды. Көңілді жөнбе қайтару болса, жарасар сөзде қайтарым болса, мақсатың бізді тойтару болса, қаңтардың жайын саған берейін, шамаң жетсе егер айтарың болса. Қаңтардан кейін қамауға алынғандар. Қасіретті қаңтар оқиғасы елімізде тұтқындаулар мен айыптауларға ұласты. Ең алғаш болып ОК басшысы Кәрім Мәсімов тұтқындалды. Мәсімов 6 қаңтар күні тұтқынға алынған еді. Оған мемлекеттік билікті басып алмақ болды және төңкеріс ұйымдастырды деген айып тағылды. Бүгінде Мәсімовтің ісін тергеу және тексеру құпия санатында жүзеге асуда. Ал бас прокурор оның кінәсі дәлелденсе 17 жылға сотталуы мүмкін екенін айтты. Мәсімов ісіне қатысты өзге де деректер шықты. Бас прокуратура жылжымайтын мүлікті заңсыз алу деректері, қымбат сыйлықтар, оның ішінде мәдени құндылықтар, отандық бизнес қоғамдастық өкілдерінен және шетелдік субъектілерден қомақты қаражат алу дерегі құжатқа түсті. Атап айтқанда, ОК төрағасы лауазымында Мәсімовтің жабық келісімшарттардың бірі бойынша шет мемлекет өкілдерінен 2 миллион ақш доллары сомасында пара алу дерегіне тергеу жүріп жатыр делінген хабарлама таратқан еді. Аталған қаражаттың Гонконгтан Қазақстан ұлттық банкіне қайтарылуы қамтамасыз етілетіні айтылды. Мәсімов премьер-министр лауазымында болғанда елордада бизнес құрылымдардың бірінен құны 5 миллиард теңгеге жуық элиталық қонақ үй мен жер учаскесін алу дерегі бойынша тергеу басталды. Мәсімов ұсталғаннан кейін 2022 жылдың қаңтарында бұл қонақ үйден 17 миллион ақш доллары, сондай-ақ көптеген сәнді заттар, элиталық сағаттар, алтын құймалар, антиквариат және тағы басқа заттар тәркіленгені хабарланды. Одан бөлек, бизнес-класс санатындағы 11 қымбат автокөлік тәркіленді. Сонымен қатар оның ақшта жүздеген миллион доллар тұратын 16 зәулім үйі бары дай айтылуда. Тергеу жұмыстары Мәсімовтің мүлкін тәркілеу, сырттағы қаржысын елге қайтару жұмыстарын жалғастыратыны айтылды. 13 наурыз күні Қайрат Сатыбалды ұсталып, уақытша тергеу изоляторына қамалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және Қазақтелеком ақ.ның қаражатын аса ірі көлемде ұрлау фактілері бойынша қылмыстық істі тергеуде. Аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен Қайрат Сатыбалдыұлы ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сатыбалдыұлының мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде делінген агенттік хабарламасы таратылды. Тергеу жалғасуда. КПК-ның 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат тергеу мүддесінде жария етуге жатпайды. Қайрат Сатыбалды елбасы әулетіндегі ең ықпалды тұлғалардың бірі саналады.
оның қаңтар оқиғаларына тікелей қатысы болуы мүмкін деген ақпаратты сан түрлі бақ көздері жазуда. Ал ұзақ жылдар бойы Сатыбалды еліміздегі радикализмге тікелей қатысы бар адам ретінде аталып келеді. Қайрат Сатыбалдының Каспий Кз ақмында акциялары болған. Сонымен бірге ол Алатау Капитал Инвест ішіс арқылы Қазақтелеком ақта үлесі бар. Амир ішіс, Дүние Корпорейшн ішіс, Дүние Күзет ішіс, Дүние Агро ішіс иелік еткен. Түркі халықтарының дәстүрлі спорт түрлерінің халықаралық қауымдастығы, заңды тұлғалар бірлестігінің президенті қызметін атқарады. Ашық дерек көздер бойынша байлығы $167 мың көлемінде. Қайрат Сатыбалды 2 айға қамауға алынды. Артынша Қайрат Сатыбалдының жұбайы Гүлмира Сатыбалды да ұсталды. Ол 16 наурызда ұсталып, Нұр-Сұлтандағы тергеу изоляторына қамалды. Оған рейдерлікпен айналысты деген айып тағылуда. Қайрат Сатыбалдыдан кейін араға 2 күн салып, Қайрат Боранбаев тұтқындалды. Әйгілі Қайрат футбол клубымен көпшілікке танымал Боранбаев сот шешімімен 2 айға қамауға алынды. 2022 жылғы 17 наурызда Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты күдікті Қайрат Боранбаевқа қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады делінген арнайы хабарламада. Соталы тергеп тексерудің басқа деректері қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201 бабына сәйкес жария етуге жатпайды. Қайрат Боранбаев Қазақстан ұлттық паралимпиада комитетінің басшысы. Forbes Қазақстанның 2021 жылғы Қазақстанның ең ықпалды 50 кәсіпкері рейтингіне енеді. Forbes мәліметінше, ол Қазақстан, Беларусь және Ресейдің бірнеше өңіріндегі McDonald's франшизасына, сондай-ақ Алекс Сарыағаш минералды су құю компаниясы, Алмалы активтерді басқару компаниясы ШІС, Chemical, Қазақстандық мұнай химия компаниясы ШІС, Қазтурбо жөндеу холдинг компаниясы ШІС-на иелік етеді. Байлығы $590 мың құрайды. Бұл соңғы тұтқындаулар емес дейді сарапшылар. Олардың пайымдауынша, қасіретті қаңтар оқиғасынан кейін жұмысынан алынған кез келген тұлғаға қатысты қылмыстық іс ашылуы мүмкін. Барлығы да тергеу жұмыстарының қандай ақпарат табатынына тікелей байланысты болмақ. Қанды қақтығыс, өкінішке орай, көптеген жылдар бойы төзіп келген адамдардың өзгеріске ұмтылған бейбіт шеруіне өшпес дақ түсірді. Қылмыскерлерді тауып, оларды жауапкершілікке тарту өте маңызды болғанымен, Қазақстан билігі барлығын үкіметті тартып алу мақсатында ұйымдастырылған қастандық ретінде қарастырмауы керек. Билік өкілдері өткен аптада өлімге апарған оқиғаны тергеу барысында қандайда бір топтарға қатысты дискриминацияға жол бермей тергеу ісінің жүргізілуін қадағалау керек. Әуел баста сұйытылған газ бағасының қымбаттауына қарсылық ретінде басталған бұл наразылықтар жер асты байлығын пайдалану мен жер қойнауынан шыққан пайдалы қазбалардан түскен кірісті бөлуге қатысты мәселелер Қазақстан қоғамы үшін өте маңызды әрі нәзік тақырып екенін көрсетті. Халықтың бейбіт шеруі үкіметтің іс-әрекетіне және елдің саяси экономикалық ісіне бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жақтастарының негізсіз ұзақ уақыт бойы араласуына деген шынайы көзқарасын көрсетті. Қаңтарда не болды? Қасіретті қаңтар ең алдымен жоқшылықтың салдары және аяусыз басып жаншылған көтеріліс. Билік бұны ешқашан саяси әлеуметтік протест ретінде мойындамауға барын салады. Сондықтан да бүгінгі таңға дейін, осы 4 айға жуық уақыт аралығында бұл көтерілісті біресе 20 мың террористке жауып, біресе билік ішіндегі сарай төңкерісі, қастандық теориясына аударып, біресе сақалдылар бүлігіне тіреп, біресе көтерілісшілерге біреулер ақша беріп алаңға алып шықты деп, неше түрлі сценарий ойлап табуда. Бұл сценарийлердің артында не тұр? Неге билік көтерілістің негізгі сипатын бұлай мойындамауға барын салады? Себебі бұндай сценарийлерге негізгі басымдық беру, стрелять на поражениені ақтап алудың ең басты жолдарының бірі әрі нақақтан нақақ өліп кеткен көптеген шейіттердің алдында билік, мемлекет тарапынан жауапкершілік алмаудың, олардың отбасына компенсация төлемеудің тағы да бір құйтырқы әдісі. Сонымен қатар, халық алдындағы және халықаралық беделді сақтап қалудың амалы. Әрине, мұндай үлкен саяси толқу мен көтерілістердің бірнеше сипаты болатыны даусыз. Алайда оған берілер баға оның негізгі сипатына баса назар аудартуды талап етеді. Ендеше, қаңтардағы көтерілістің негізгі сипаты халықтың саяси әлеуметтік протесті екендігі мойындалуы тиіс. Ал жоғарыдағы сценарийлердің ішіндегі ең іліп аларлары сарай төңкерісі, қастандық теориясы сияқты элементтер көтерілістің екінші, үшінші сипаты ретінде қарастырылуы қажет. Оқиғадан кейін құрылған комиссиялардың негізі акцент беретін тұсы да осы еді. Бірақ олардың кейбірі іске кіріспей жатып, қауесет ақпараттар анықталмастан сөзінің бісмілләсін көтеріліске шыққандарды айыптаудан бастады. Сондықтан олардан еш қайыр жоқ екені сол кезден-ақ белгілі болған.
Оқиғаның орын алғанына 100 күннен асып 4 айға жуықтады. Алайда әлі күнге дейін сол кезде бейбіт халыққа оқ атып мерт қылған, кейін қолға түскендерді дивidi. СИЗОларда аяусыз азаптап қинаған бірде-бір әскери, құқық қорғау саласының өкілдері қылмыстық іске тартылып, жазаланған жоқ. Мұның өзі алдағы уақытта да ешкімнің жазаланбайтынын білдіреді. Билік істі әдейі ақырын созып, халықтың назарынан тайдырып әкетпекші. Яғни, бұл да халықты алдаудың кезекті әрекеті. Егер билік мұндай оқиғалардың негізгі сипатына әділ бағасын беріп, алдағы уақытта осы протесттік күйдің негізі болып жатқан, халықтың берісі 30 жылда қордаланған саяси әлеуметтік талап тілегін орындамайтын болса, онда билікке қарсы халық протесті ешқашан тоқтамайды және жақын болашақта тағы бір көтеріліске ұласып, сол тұстағы тағы бір сарай төңкерісін, қастандық теориясын көздеген үшінші күштің өз мүддесін іске асыруына зор ықпал етіп кетуі мүмкін. Одан кейін екінші, үшінші ретте солай болып жалғаса береді. Халық жаппай бас көтерген сайын қырып салып отыра бермейтін шығар. Бұл кешегі заман емес, басқа дәуір. Сондықтан оқиғаның негізгі сипатына әділ бағасын беру деген сөз, мемлекеттік саясаттың сол мәселеге баса назар аударып, болашақта сол жағдайды қайыра туындатпауы деген сөз. Көтерілістің негізгі сипатына баса назар аударудың маңызы осында. Алайда қаңтар көтерілісі кезінде және одан кейін оқиғаға қатысқандарды атып, азаптаған құқық қорғау өкілдеріне қатысты биліктің әрекеті бір қолымен өзі айтақтаған төбетін, екінші қолымен өзі сабамайтындығын көрсетіп отыр. Егер сабаса, келер жолы төбеттің өзіне шабатынын түсінеді. Осыған қарап бәрін ұғуға болады. Ендігі әрекет қолдан келгенінше халықаралық комиссияның іске араласуын талап ету. Онсыз ештеңе өнбейтінін уақыт көрсетіп келеді. Әйтпесе көптеген азамат нақақтан нақақ терроризм айыбымен темір торға тоғытылып кетуі мүмкін.